Құрметті достар, бүгін if-ке байланысты есепті шығарып көрейік. Абрайман есебін ала жалғастырамыз. Мына жерде if шарты оператор туралы видео сабағын салдым бүгін. Енді соны жалғастырып есебін шығарып көреміз. Абрайманның сайтына кіреміз. Абрайманды таңдаймыз. Абрайманның ішінен решебник деген абрайманды таңдап, бізде үшінші тұрған жерде логикалық есептеулерді таңдаймыз. Группа булен. Оның ішінен бірінші есепті аламын. Мына жерде есептің берілгені бойынша а саны берілген, а айнымалысына бүтін сан. Енді бізге тексеру керек, ол оң сан ба, теріс сан ба екенін білу керек. Ал енді астына қарасақ, бір баланың Java-да жазған мысалы бар екен. Ол клавиатурный консольдан бүтін санды қабылдайды. Егер нөлден кіші болса, бұл true false қайтарады да, экранға true false деп шығарады. Бірақ біздің есептің берілгенде бізге число осылай деп шығарып берейік. А является, біз онда айтамыз, а саны оң және немесе теріс деп шығарамыз. Ал енді есебімізді жазып шығарайық. Онда Абрайманның есептері бойынша аламыз. Онда бізге бұл if деп қоя салайын. If есеп 3 деп қояйық. Есеп 3. Есеп 3 деп ат бердік. Осының кластың ішінде PSPM деп тереміз. Public static void main деп. Енді бізге сканер жасау керек. Сканер қолданамыз. New сканер. System in жазамыз ішіне. Ал енді басталды. Int a деген айнымалы бар бізде. Оның сканермен клавиатурадан санды енгіземіз. Сонымен бізде a деген клавиатураға айнымалыға сан бере аламыз. Енді if a үлкен нөлден болса, ол терістік санға жатпайды ғой. Сондықтан system out принталанға a мәні дейік. А мәні деп әдемі жасау үшін аны қоямыз. Оң сан деп жазу шығарамыз. Көшіріп аламыз. Енді әйтпесе, егер біздің санымыз теріс болса, аға теріс мән келсе, біз ол жерге оң сан деген жердің орнына теріс деп экранға шығарып берейік. Теріс сан деп. Ал енді мысалымызды тексеріп көрейік. Мына жерге мен тағы да әдемі жазуын кеттім. Әдемі түсінікті болсын. А санын енгізіңіз. Деп кішкене әдемілеп жасап қойып. Print line-ды алып тастаймыз. Print деп кішкене бір қатарда болу үшін бір жолда. Программамызды қайдан запускать етеміз. Енді мен мысалы мына жерге 10 деген сан берем. А мәні 10 және 10 сан деген мағынаны білдіреді. Значит, 10 деп жазу ғой, енді 13 деп санаймыз. А мәні 13-ке тең, ол 10 санға жатады. Ал енді мен қайтадан программаны запускать етіп, енді мен минус 87 деген санды берем. А мәні 87 теріс санды. Өйткені мына шарт орындалмағандықтан, бұл қайтармағандықтан бізге else жағы орындалады, әйтпесе. Сонымен қалған есепті ойлаймын шығара аласыздар деп. Мысалы, кез келген осы жерден 12-ші есепті алсақ, айтады мына жерде A, B, C сандар берілген дейді. Соның ішінен жаңағы бәрін тексеріп шығыңыздар дейді, оң екен. Сонда шартты көріңіздер ме? 0-ден үлкен, 0-ден үлкен, және 0-ден үлкен. Бәрі. Каждый число A, B, C бәрі оң деп. Егер бәрі де оң сан берсек, онда жаңағы осылай тексеріп шығатын едік. Java-да мына жерде мысал бар шығар, міне көрдіңіздер ме? Оны if-тің ішіне жазсаңдар да болады, былай жазсаңдар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Қалай
қабылдайсыздар. Іске сәт бұйырса осы бәрі қырық есепті шығарсаңыздар болады. И өздеріңіздің миларыңызды тыңықтасыздар. Сау саламат болыңыздар. Рахмет.